Баршаларыңызға сәлем алейкум. Бүгінгі видеоның тақырыбы оразада хайыз болдым, етектерім кеп қалды, не жасасам болады дейді. Қараңыздар, бірнеше варианттар бар, соларды сіздерге қызықты етіп айтуға тырысамын. Видеоны до конца көріңіздер, хорошо? Бірінші, діни кітаптарды оқу. Кітаптарын көрсетейін сіздерге. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям туралы кітап. Орысшасын алдым, өйткені өзіме түсінікті. Қазақшасын алсаңыздар да болады. Одан кейін барып тәубе, мысалы тәубе туралы көптеген нелер, оқиғалар жазылған, мысалы Аллах тағаладан кешірім сұрау. Одан кейін бар сайлақ сахабалар кітабы. Шынымен де өте қызық кітаптардың бірі. Осыларды оқуға кеңес беремін. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям өмірбаянын оқысаңыздар болады. Пайғамбарымыз қашан, қай қалада дүниеге келді, қанша жасында пайғамбар болды, қалай пайғамбар болды, қай жерде пайғамбар болды, қай қалаларда тұрды, ислам дінін ең алғаш кімдер қабылдады, соның барлығы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям туралы кітапта жазылған. Одан кейін барып келесі вариант, ол пайғамбарлар тарихы дегенде өте қызық кітап бар. Адам атадан бастап Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалямға дейінгі бүкіл пайғамбарлардың өмірбаяндары, олардың бастарынан өткізген оқиғалары барлығы керемет жазылған. Сол кітапты оқуға да кеңес беремін сіздерге. Одан кейін барып Хадиша анамыз бар, Фатима анамыз, Айша анамыз туралы кітаптар, үлесін көп қосқан өте керемет аналарымыз туралы кітаптар. Соларды оқуға да кеңес беремін. Ал егер кітап оқу ұнамаса, ютубтан видеосын қарасаңыздар болады. Мысалы Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям өмірбаяны, Адам алейхиссалям оқиғасы, Ибрахим пайғамбардың оқиғасы деген сияқты, Хадиша анамыз, Фатима анамыз деген сияқты видеолар қарасаңыздар болады. Келесі амал дұға жасау, зікір айту. Яғни электронды таспа немесе кәдімгі таспалыңызда 100 рет субханалла, мысалы алла пәк деген сөз, альхамдулилля, аллаға шүкір, аллаху акбар деген 100-ден айтыңыз. Одан кейін барып астағфируллах ва тубу илайх 100 рет айтыңыз. Аллахумма солли аля сайидина Мұхаммад, яғни салауатты 100 рет айтыңыз. Сондай көптеген амалдар, зікірлерді айту арқылы жүрегіңіз тазарады, Аллаға деген махаббатыңыз артады, иманыңыз күшейеді. Солай уақыт өткізсеңіздер болады. Және де жақындарыңызға, туыстарыңызға ауызашар жасап беріңіз. Мысалы, ауыз ашуына себепкер болыңыз. Бір сыйлық сыйлаңыз, просто бір шоколад сыйласаңыз да, бір құрма сыйлаңыз, или электронды тәспих, немесе жаңағыдай кішкентай пайдалы кітапшалар, дұға кітапшаларын сыйласаңыздар да, адам өте қатты қуанады. Өйткені сыйлық адамдардың қарым-қатынасын жақсартатын, нығайтатын, арадағы шиеленісті шешетін ең керемет құрал. Бір-бірлеріңізге солай сыйлық жасасаңыздар болады. Жаңағыдай ауызашар жасасаңыздар болады. Бірнеше амалдар жасауға болады. Достар, осымен видео аяқталды. Ал тарауих намазын қалай оқу қажет, сол туралы видео іздеп жүрсеңіз, мына видеоға өтіңіз.